Армысыздар көрермен, қайырлы күн. Бүгін бізде Нокин мәдениет үйінде бір шаңырақ, бір отбасы сыр сұхбаты өтуде. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бір шаңырақ астында өмір сүретін адамдар бір отбасы. Отбасы әр адам үшін ең қымбат, ең жылы орын. Отбасында адам сүйіспеншілік, қамқорлық және мейірімділік көреді. Әке мен ана отбасының тірегі, ал балалар оның қуанышы мен байлығы. Бізде қонақта Бегім отбасы. Ал Бегім ата, өзіңіздің отбасыңызды бізге жақынырақ таныстырып жіберсеңіз. Рахмет. Менің есімім Бегім, жолдасым Гүлзия. Үлкен балам Таңат, Таңаттың жолдасы Арайлым деген. Сол Арайлым, Таңат пен Арайлымның баласы, үлкен баласы тұңғыш немерем менің Шахназ деген. Екінші немерем Ерасыл, үшінші немерем Азиз, төртінші Ералы деген азамат. Кішкентайларыңыз ғой, иә? Кішкентайларымыз. Бегім ата, бір шаңырақ астында өмір сүрудің басты құндылығы неде деп ойлайсыз? Басты құндылығы енді әке мен шешені сыйлау, үлкен кісілерге құрмет көрсету, жастардың сол құрметіне бөленіп, үлкен адамдар, ақсақалдар сол әке шеше құрметіне бөлесе, одан артық не керек. Қазіргі таңда көп адамдар сол балдардың ықылас ниетіне, балдардың қошеметіне зәру көпшілігі. Енді бірақ қазақта ондай қазір сол салт дәстүр өз қалпында жұмыс жасап жатыр деп ойлаймын. Қазір көпшілік жерде біздің үлкен азаматтар, үлкен үйдің иесі, былайша айтқанда енді әке мен шешенің үлкен тұңғышы Таңат пен біздің Арайлым, біздердің үйдегі екінші ұлым бар, Ғамзат деген, оның жолдасы Арайлым, Айнұр кешіресіздер. Олар осы қалада тұрады. Ендеше өздеріңіздің өмір жолдарыңызды баяндап жіберсеңіз. Енді менің өмір жолыма келетін болса, мен енді өмірде Байғайын ауданында өскен азаматпын. Әкем соғыс ардагері болды, 1903 жылғы. Үлкен ағам болды, Мұғал деген, екінші ағам бар, Жетірбай деген. Олар семьялы, қазір таңда солардың балдарда, осы Байғайын ауданында жұмыс жасайды. Мен өзіме келетін болсам, өзімнің отбасымда екі баланы тәрбиеледік. Жолдасыммен 1984 жылы біз отау құрдық. Сол жылдан бастап осы бірге келе жатырмыз. Ұлымыз Таңат 85 жылы дүниеге келді. Тұңғыш Таңатым, екінші балам 86 жылы дүниеге келді. Ғамзатым. Енді осы екі баланы тәрбиелейміз деп, біздер енді ол кезде қиындау болды, жағдай өздеріңіз білесіздер. Совет үкіметінің уақыты, кеңестік дәуір, ол кездерде біздерде енді қазір мінекей жастарда өте жақсы, бәрі бар. Енді тек қана еңбектенсе болды, біз сол еңбекпен өсіп, еңбекпен балдарды жеткіздік. Соның арқасында үлкен ұлы қазір Аджип компаниясында инженер болып жұмыс жасайды. Екінші балам осы қалада, ол енді бір заводтың директоры. Келінім, ол үйдегі Айнұр келінім қазір бөпесімен отыр, қаласымен. Мынау Арайлым 2010 жылы біздің үйге келін болып түсті. Содан бері бізді сол асырап, бізді осындай көшемекте осы дәрежеге жеткізіп отырған достарды осы келін баламның арқасы. Қара шаңырақта қалған келініңіз. Қара шаңырақта қалған келін, былайша айтқанда. Үлкен отбасымыздың шаңырағын ұйытқысын ұстап отырған аяулы анамыз Гүлзия ханым, сізге сұрақ қойсақ, сіз үшін бақытты отбасы деген қандай отбасы? Бақытты отбасы жалпы отбасының ата-ананың бақытты болуы балаларында. Балаларының аман болуы, балаларының денсаулығының болуы, балаларының білім алып жақсы азамат болуы
бұл отбасының бақыты деп ойлаймын. Тату тәтті, алған келін мен еленің арасындағы сыйластық, осылардың барлығы жақсы болса, үйде жақсы атмосфера болса, міне осы отбасының бақыты деп ойлаймын. Отбасының алдындағы ата ене, әке шеше осыларға жақсы бағдар беруші деп ойлаймын. Сол бағыт ұстаған балалар бақытты отбасы болуға лайықты. Сіздердің отбасы құрғандарыңызға қанша жыл болды? 41 жыл. 41 жылда қандай қызықты жағдайлар болды? Естеріңізде қалған 41 жыл бір қысқа уақыт емес. Енді балдарымыз дүниеге келді. Одан кейін осы балдар оқуға түсті. Жақсы оқыды, ер жетті, келінді болдық, жақсы құдалы болдық, жер жатты болдық, құда жер жатты. Сол Балалардың енді негізінен әрбір сәттері, есте қаларлық сәттері, қуанышты сәттері ата-ана үшін есте қалады ғой. Олардың бірінші сыныпқа барғаны, мектепте жақсы оқып, үлгілі оқушы болғаны, одан кейін жақсы студент атанғаны, міне осының барлығы біздер үшін қуаныш. Сол сәттердің барлығы біздің көз алдымызда. Мен негізі өзім мамандығым мұғалім, мектепте мұғалім болдым. Осы Кеңес ауылында Благодар орта мектебінде мен 10 жыл оқу ісінің меңгерушісі болдым. Сондықтан сол ортада енді балалардың арасында сол балаңның өзінің өскенін, балаңның қызығын сол жерде бірге көресің ғой балдармен. Әрі мен өзім үлкен баламның класс жетекшісі болдым бірінші кезеңде. Содан кейін барып оқу ісінің меңгерушісі болдым. Кішкентай балдарымыз кішкентай кезінде енді ауылда тұрдық қой, Байгайын ауданында. Сосын енді мен жұмысқа шығып кеттім, балдар кішкентай, сосын екеуі тете, 1 жас аралары. Сосын екеуін бір бөлмеге кірттеп, жұмысқа кетем. Сосын бір күні қайтып кетсем, қайшыны ұмытып кеткенмін ғой, тұрып кететін бұлай. Соны қайшы қайтып келгенсізді ашып қалсам, ана стол тұр, столға жапқыш жауып қойғанбыз ғой, сол жапқышты дөңгелетіп, қиып тастапты, гараж жасап үлкен бала машиналарын қойып қойды. Сосын енді өзім нетіп қалдым, бір кезде мама, байқамай қалыппын деп, 4 жас, 3-тен кеткен бала ғой, 4 жастан. 4 жас жақындаған. Өзім таң қалып қалдым, түптей баланың байқамай қалыппын деген әңгімесіне өзім ойлап қалдым. Бала ұрсады деп ойлады өзім жаңағыдай кеше. Бірақ түптей болып, екеуі бір-біріне қарап болып, екеуін кілттеп кетеміз, осындай дөңгелек столдың үстіне 1 стакан сүтін, нанын, печеньесін қойып кетеміз. 3-4 сағат жұмыста болып келіп, әкесі жұмыста ғой, мен мектепте сабақ беріп қайтып келген ғой, сол кезде екеуі ағаланды, біреуі 2-де, біреуі 4-те, солай күндер кілттеп кетіп, жұмысқа барып қайтып келіп, қызықты жайлар сондай. Енді қазіргі таңда менің мына үлкен тұңғыш немерем Шаққыз волейболға қатысады. Волейболда міне осы спорт шебері, бірінші разряд қазір алып отыр. Неден осы жақындағына Оралға барып қайтты. Оралдан лучший ойыншы деген бірінші грамота алып келді. Астанадан да сондай грамота алып келген, лучший игрок деген. Мына Ерасыл мен Әзизім, бұлар домбырашы, домбыра тартады. Музыка мектебінде, сонымен қатар бұлар футболға қатысады. Футболдан да Астанаға неге барып қайтты, Алматыдан 1-ші орын алып келді. Әзиз 3-ші орынды мына біздің Ерасыл алып келді футболдан. Осындай жетістіктері бар балдарымыздың. Әкесі де сондай пысық болған бала кезінде. Қара шаңырақта ата-ененің бабын тауып, қолдарын жылы суға малып отырған Арайлым ханым, қош келдіңіз. Арайлым ханым, келіндік өмір қандай? Сізге келіндік өмір жайлы бір сұрақ қойсам, келіндік өмірдегі қызықты жағдайларыңыз, ата-енеңізбен өткізген қызықты шақтарыңыз? Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Есім Арайлым болады.
жолдасының есімі Таңат. Келін болып түскеніме 16 жыл болды. Адай әулетінің келінімін. Өзім негізінде Атырау қаласында тұрдым. Қазір осы Кеңес Нөкен ауылында тұрамыз. Келіндік өмір негізінде Адай әулетінің болғанда қазақи тәрбиеде біздер ең бірінші алғашқы қызықты моменттер деп айтатын болсам, бізде Атырауда негізінде сәлем ету деген болған жоқ. Мен ондайды көрген емеспін. Сосын табаққа да сәлем салу деген болмаған. Сол ең бірінші үйге енді келін шай болады ғой. Келін шай болғанда мама айтқан, табақты алғаннан кейін сәлем етерсің деп. Яғни табақ адамға арнайы сәлем етпегенде ең бірінші кіргенде сондай бастапқыда сондай қызық кездер болған. Қазір Аллаға шүкір 16 жыл енді аз уақытта емес. Сондықтан ата-ананың, ағайын туыстың бауыр қайным бар, Хамзат деген келінім бар. Барлығымыз тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір, қазір барлығы жақсы. Адамның өмірі отбасынан басталады. Мұнда оның азамат ретінде қалыптасуы жүреді. Отбасы сыйластықтың, ынтымақтың, сүйіспеншіліктің ортасы. Ендеше бүгін Бегім отбасы сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Осылай Нокин мәдениет үйінде бір шаңырақ бір отбасы атты сыр сұхбатқа келіп, ұсынысымызды қабыл алғандарыңызға алғысымыз шексіз. Біздің Нокин мәдениет үйінің атынан сіздердің отбасыларыңызға шағын ғана сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Рахмет көп. Ендеше кішкентай өнерпаздарымыздың дәстүрлі ән үйірмесіне қатысатын немерелерінің бір өнерін тамашалайық. Атамыздан бата болса, Ағдай оңдасын, оң жолына жолдасын, бақ берсін, бәледен сақтасын, абырой берсін, аман сақтасын. Бүгінгі мынау дастархан жайып жатқан амал мерекесі құтты болсын. Әр уақытта дастархандары мол болып, бақытты өмір сүріңіздер балдар. Қабыл болсын.